Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Бүгінгі видеода таңғы 5 әдет сізді жетістікке жетелейді деген видеоға арналмақ. Бұл видеода әлемдегі жетістікке жеткен бай тұлғалардың күнделікті жасайтын таңғы әдеттері. Мотивация бізге істі бастауға мүмкіндік берсе, ал күнделікті әдеттер бізді алға қарай жетелейді. Табысты адамдар мен қалған қарапайым адамдардың арасындағы айырмашылық күнделікті жасайтын табысты әдеттерінде екен. Осы видеода мен бір ағылшын тіліндегі кітаптың үзіндісін сіздерге айтқым келіп отыр. Бұл кітаптың авторы Терри Savelle Foy үлкен зерттеу жүргізген екен. Яғни реально жетістікке жеткен танымал атақты адамдардың таңғы ритуалдарын, таңғы әдеттерін зерттеген. Әртүрлі салада, мысалы Опра Уинфри, Тони Роббинс, немесе мықты әнші, немесе мықты актер, мықты программист, жетістікке жеткен бизнесмен, немесе дәрігер, әртүрлі салада бақытты, өзіне және өзгелерге де пайдалы тұлғаларды зерттей келе, олардың барлығы таңғы 8-ге дейін уже 5 әрекет жасайды екен. Әртүрлі салада кісілер болса да, бір-бірін таныса да, танымаса да, басқа қалаларда, мемлекеттерде тұрса да, осы бар жетістікке жеткен адамдарды бойында осы 5 әдет қалыптастырылғанын байқалды. Ол қандай әдет? Бірінші әдет, олар ерте жатып, ерте тұрады. Себебі ерте жатып, ерте тұру бұл біздің денемізге, санамызға, миымызға өте пайдалы. Және де ерте жатып, ерте тұрған адамның, яғни түнгі ұйқысы дұрыс болған адамның гормональная системасы, нервная системасы, жүрегі барлығы сау болып келеді. Сондықтан бұл зерттеуге байланысты жетістікке жеткен адамдар таңғы 4:30-6 арасында оянады екен. Яғни көбісі 4 пен 5 арасында, 5-те оянады, 6-та оянады. Және де ерте оянғаннан кейін олар медитация жасайды, немесе дұға, немесе ризашылықтарын айтады. Яғни өз-өзімен және Құдайдың арасындағы байланыс. Бұған олар өте мән береді. Және де бұл бірінші әдет, яғни медитация, дұға, ризашылық. Екінші әдет спорт жаттығуларын жасайды. Спорт жаттығу арқылы олар оянады, одан ары энергия алады. Көбісі спорт залына барады, немесе далаға шығып серуендейді екен. Бұл екінші привычкалары, екінші әдеттері. Үшінші әдеттері, осы спортпен айналысып жатқан кезде, немесе серуендеп жүрген кезде, олар құр музыка емес, наоборот, аффирмация тыңдайды екен, мотивация, шабыт беретін аудио тыңдайды екен, немесе видео тыңдайды. Яғни, спортпен айналысып жатқан кезде біз не тыңдаймыз, сол біздің бейсанамызға тезірек қонады. Бұны да олар біледі. Бұл үшінші дағдылары, үшінші әдеттері. Біріншісі ол медитация, дұға, ризашылық деп айттық. Екіншісі спорт, жаттығу жасау, немесе серуендеу, денені қимылдату, бір сөзбен айтқанда. Үшіншісі мотивация беретін аудио, видео тыңдау. Төртінші дағдылары, олар мақсат пен армандарын жазады, пландарын жазады. Бесінші дағды, олар кітап оқиды. Өз профессиясына байланысты кітап па, рухани кітап па, әркімде әртүрлі, бірақ олар 20 минут болсын, жарты сағат болсын кітап оқиды екен. Осының барлығы олардың таңғы ритуалдары, таңғы әдеттері. Және де осы кітаптың авторы Терри Savelle Foy
Ол өзі де айтады, оның өмірін өзгерткен ең басты нәрсе бұл оның таңғы ритуалдары. Әрине Құдайдың арқасында осы таңғы ритуалдарды қалай өзгерттім, солай өмірімде жақсы жаққа өзгере бастады дейді. Ол өзі де YouTube канал жүргізеді ағылшын тілінде. Оның каналын осы видеоның астына тіркеп қоямын. Егер сіздерге қызық болатын болса, көрсеңіздер болады. Болашағымыз. Қазір біз қандай кісілермен өзімізді қоршап жүрміз, қандай кісілермен жиі араласамыз, қандай кітаптарды оқимыз немесе оқымаймыз, қандай жаңалықтарды күнде естиміз немесе көреміз. Осының барлығы біздің болашағымызға әсер етеді. Сондықтан, мысалы, егер сіз арық, сау болғыңыз келсе, маңайдағы кісілер арық, сау болу керек. Яғни салауатты өмір салтын ұстанатын, спортты жақсы көретін адамдар сіздің қасыңызда жиі болса, сіз де сондай боласыз. Егер онда мүмкіндік болмаса, онда адамдар қасыңызда жоқ болса, онда сондай адамдарды интернеттен тапсаңыз болады. Мысалы, Инстаграмда қазір интернет заманында көптеген бізде мүмкіншіліктер бар. Сондықтан қандай өмір сүргіңіз келеді, сондай уже өмір сүріп жүрген адамдарға тіркеліңіз. Соларды күнде қараңыз. Сіздің миыңыз сондай жаққа шынығу керек. Яғни өзіңіз қандай адам болғыңыз келеді, сондай адамдармен өзіңізді қоршауға тырысыңыз. Сонымен, Терри Савельфойдың зерттеуі бойынша жетістікке жеткен әйгілі тұлғалардың таңғы 5 ритуалдары мынадай. Біріншісі, ерте тұрған кезде медитацияға уақыт бөлу, дұға ету, ризашылықтарын жазу. Екіншісі, олар спорт жаттығуларымен айналысады. Спорт залда немесе йога жасайды, немесе далаға шығып серуендейді. Үшіншісі, олар мотивация беретін, шабыт беретін аффирмациялар тыңдайды, немесе аудио видеоларды тыңдайды. Төртіншісі, олар міндетті түрде өз мақсаттары мен армандарын жазады. Ал бесінші дағдылары, олар аз болса да, 10 минут болса да кітап оқиды. Мотивациялық кітап болсын, рухани кітап болсын. Жетістік бұл күн сайын қайталанатын шағын күш-жігердің жиынтығы. Табысты адамдар бұл жай ғана табысты әдеттері, дағдылары бар адамдар. Біздің өміріміз өзгеру үшін күнделікті жасайтын әдеттеріміз, дағдыларымыз өзгеру керек. Ал ендеше баршамызға сәттілік.